Ені 70 миль болатын Матильда атты астероид жерге қарай жақындап келеді. Сондықтан әлемнің барлық үкіметтері оны жою үшін ғарыш кемесін жібереді. Өкінішке қарай, кеме астероидтар белдеуіне енген сәтте ақ жарылады. Бұл адамзаттың енді құтылмайтынын білдіреді. 3 аптадан кейін астероид жерге соғылып, бүкіл тіршілік жойылады. Додж және Линда атты үйленген жұп бұл жаңалықты көліктегі радиодан естиді. Бірақ Додж ешқандай эмоция білдірмейді. Тек олар айналма жолды өткізіп алғандарын ғана айтады. Линда оның мұндай қатынасына төзе алмай, оны бір жола тастап кетеді. Кейін бүкіл әлем бойынша адамдар ақырзаманға дайындала бастайды. Әсіресе өмірде жасап үлгермеген істер тізімін жүзеге асыруға кіріседі. Көшелерде Додж сияқты адамдар жауапсыз кездесулер, ақырзаманды бірге қарсы алатын дос іздеу секілді қызметтер ұсына бастайды. Тіпті кейбір жалдамалы адамдар ақырына дейін жетуге шамасы жетпейтіндерді өлтіруді де ұсынады. Алайда Доджтың өмірінде ештеңе жоқ. Сондықтан ол күнделікті іш пыстыратын өмірін жалғастыра береді. 21 күн қалған кезде Додж әдеттегідей спорт залына барады. Бірақ зал бос дерлік. Теледидардан ол барлық ұялы байланысы өшірілгенін және жақын арада су мен электр қуаты да тоқтатылатынын естиді. Содан кейін Додж жұмысына барады. Бірақ қаладан кетіп жатқандар көп болғандықтан, кептеліс әдеттегіден де жаман. Кеңседе ол аз ғана қызметкердің келгенін байқайды. Ол жаһандық апатқа қарсы сақтандыру бар ма деп қоңырау шалатын клиенттермен сөйлесіп, келмей кеткен адамдардың орнына бәріне бірдей жоғарылату ұсынылып жатқан жиналыстарға қатыса. Алайда олардың шағын тобынан ешкім бұл ұсынысты қабылдамайды. Үйіне оралғанда Додж пошта жәшігін тексереді. Бірақ ол әдеттегідей бос. Сол кезде ол көршісі Пеннидің жігіті Оуэнмен ұрсып, пәтерінен жүгіріп шыққанын байқайды. Додж пәтеріне кіргенде үй тазалаушысы Эльсаны көреді. Ол оған бұдан былай келудің қажеті жоқ екенін айтуға тырысады. Бірақ Эльса оны жұмыстан шығарып жатыр деп ойлап, ренжиді. Сол кезде Додж сөзін кері алып, ол келесі аптада қайта келетінін уәде етеді. Кейін Додж жөтелге арналған шәрбат ішіп, теледидар көреді. Онда соңғы ұшақтың ұшып кеткені және әуежайлардың енді жұмыс істемейтіні хабарланады. Жеке ұшақтары барлар ұша алады. Бірақ мамандар бұны қауіпті деп есептейді. Ұйықтар алдында Додж ванна бөлмесінен өрмекшіні тауып алып, оны өлтірмек болады. Бірақ ақырында оны тірі қалдыруды шешеді. Түнде өрмекші оның бетімен еркін жүріп өтеді. Келесі таңертең Додж бетін өрмекші шағып тастағанын байқап оянады. Жұмысқа келгенде әріптестерінің бірі өз-өзіне қол жұмсап, денесі оның көлігіне құлап түседі. Бұл оны қатты дүр сілкіндіреді. Бір апта өтеді. Ақырзаманға 14 күн қалған кезде Додж өзінің досы Диананың ұйымдастырған соңғы кешіне барады. Диананың жасөспірім ұлы ата-анасын балағаттап, үйден кетіп қалады. Ал ата-анасы оған жауап ретінде ауыр сөздер айтып, енді бәрібір екенін көрсетеді. Диананың күйеуі ең қымбат сигараларын алып шығып, біреуін Доджбен бөлісуге уәде береді. Диана болса, Линда ешқашан бақытты болмағандықтан Доджды тастап кеткеніне таңғалмайтынын айтады. Бұл Доджды шошытып тастайды, өйткені ол мұны ешқашан байқамаған. Диана Доджды біреумен таныстырғысы келеді. Өйткені жалғыз өлуге болмайды деп санайды. Додж бас тартқанымен оның күйеуі бүкіл әлем бірге өліп жатқандықтан, ол бәрібір жалғыз қалмайтынын айтады. Кеш басталған соң Диана Доджды Каренмен таныстырады. Карен сирек киетін сәнді киімдерін киіп келген. Ол Доджбен сөйлесуге тырысады, бірақ әңгіме өте ыңғайсыз өтеді. Ал Додж не айтарын білмейді. Кешкі ас кезінде адамдар соңғы күндеріне арналған жоспарлармен бөліседі, отбасымен болу немесе өмір тізімін орындау. Карен бұл күндерді ерекше адаммен өткізгісі келетінін айтады. Және Доджға көзін қысып, қырындап отырады. Кешкі ас біткен соң, кеш шын мәнінде басталып, жабайы күйге өтеді, балаларға да ішімдік ішіп жатыр. Карен би билеп, Доджға қырындай береді. Бірақ Додж оны елемеуге тырысады. Бір досы оған әйелдердің стандарттары қалмағанын, сондықтан кез келген еркек, қандай ұсқынсыз болса да, қазір мүмкіндігі бар екенін айтады. Ол өткен аптада көптеген әйелмен бірге болғанын айтып, Каренмен үштік жасау үшін бірігуді ұсынады. Бірақ Додж бұл ұсыныстан бас тартады. Көп ұзамай фейерверктер мен заңсыз дәрілер шығып, Додж бұдан әрі шыдай алмай, дәретханаға тығылып қалады. Диана оны тексеруге келгенде, кенеттен оны сүймек болады. Бұл Доджды таңғалдырады. Додж бірден оны итеріп тастап, оның тұрмыста екенін еске салады. Бірақ Диана енді ешкімге бәрібір екенін айтады. Қатты шаршаған Додж кештен ерте кетіп, өткен өмірі туралы ойланады. Мектептегі сүйіктісі Оливияның суретіне қарап отырып, гармоника тарта бастайды. Сол сәтте ол өрт сөндіру баспалдағында жылап отырған әйелдің дауысын естиді. Бұл Пенни болып шығады. Ол қатты жылап, Доджды құшақтап алады. Ол Ұлыбританияға соңғы ұшаққа үлгермей қалғанын айтып, енді ақыры келгенде отбасымен бірге бола алмайтынын айтып қайғырады. Додж оны аяп ішке кіруге шақырады. Және ішіндегі арақпен араласқан жөтел шәрбатын ұсынады. Пенни оған марихуана ұсынады. Бірақ Додж одан бас тартады. Пенни шылым шегу оның ұйықтау мен оянуға көмектесетін жалғыз тәсіл екенін түсіндіреді. Өйткені ол гиперсомниядан зардап шегеді. Яғни, тіпті ақырзаман кезінде де ұйықтап жата береді. Сосын екеуі теледидар қарап, диванда ұйықтап қалады. Келесі күні Пенни оянбай ұйықтай береді.
теледидар дауысы қатты болса да, немесе Элса шаңсорғышпен тазалап жатса да, әсер етпейді. Додж оның мұрнын қысады, бірақ ештеңе өзгермейді. Сондықтан ол гармоника тартады. Сол кезде ғана Пенни оянып, пәтеріне баруға дайын екенін айтады. Олар төмен түскенде Пенни Доджға бір жапырақ хат береді. Ол пошташы Додждың хаттарын үнемі қате пәтерге, яғни Пенниге жіберіп жүргенін түсіндіреді. Бұл көп жылдан бері болып жатқан жағдай. Бірақ ол Доджды ешқашан көрмегендіктен хаттарды бере алмаған. Оның таныған жалғыз адамы Линда болған, ол үнемі біреумен бақытты көрінетін. Сондықтан Пенни оны Додждың бөлмелесі деп ойлаған. Додж Линда оны алдап келгенін түсініп, пәтеріне кіріп, оның барлық заттарын ашумен қиратуға кіріседі. Өзін толық ақымақ сезінеді. Ол көк сұйықтық салынған бөтелке сатып алып, саябаққа барады. Онда екі жасөспірімді сүйісіп отырған жерінен көріп, оларды қорқыту үшін айғайлап жібереді. Содан кейін ішіп алып, есінен танып қала. Өзін өзі өлтіру жоспары сәтсіз аяқталады. Өйткені ол таңертең мүлде сау күйінде оянады. Оянғанда өзін байлап қойған иесіз итті көреді. Қасында кешір деген жазуы бар жазба жатыр. Жерге соғылуға небәрі 12 күн қалғанда, Додж итті алып үйіне қарай жол тартады. Қала ішінде жүрген кезде адамдардың ақыры агрессивті бола бастағанын байқайды. Төбелестер, өрттер, тонау бәрі белең алған. Кейін үйінде отырып, Додж итті тамақтандырып, жаңалықтардан көптеген аудандарда бүліктер жүріп жатқанын біледі. Ол бұрынғы хаттарын ақтара бастайды да, біреуінен таңғаларлық нәрсе табады. Бұрынғы сүйіктісі Оливиядан бірнеше ай бұрын келген хат. Оливия ол хатта Доджды ешқашан ұмытпағанын, оны көруге тырысқанын, бірақ енді бәрі кеш екенін жазған. Соңында сен менің өмірімнің махаббаты болдың деген жол бар. Сол сәтте терезесінен бір кірпіш ұшып түседі. Ғимараттағы дабыл қосылады. Бүлікші топ жақындап келеді. Дәлізде бұзақылар жүргенін көріп, Додж итін, гармоникасын және Оливияның хатын алып, өрт сатысы арқылы қашып шығады. Содан кейін ол Пеннидің пәтеріне барып, бұрынғы жігіті Оуэнмен кездеседі. Оуэн Доджды Пеннимен көңіл қосып жүр деп ойлап, ашуға мініп, қабырғаға жұдырық салады, қолын сындырып алады. Додж оған мән бермей, Пенниді оятуға тырысады, бірақ Оуэн дереу жанжал шығарады. Додж бүліктер туралы айтқанда ғана Пенни пластинка жинағын алып шығуға асығады. Үшеуі бірге ғимараттан шығып кетеді. Пенни көлік жүргізуге ұсыныс білдіреді, бірақ өз көлігінің қайда екенін ұмытып қалған. Сол сәтте адамдар оқ жаудыра бастайды. Оуэн өзін қорғау үшін Пенниді қалқан ретінде қолданады. Ақыры көлікті тапқан соң, Пенни дұрыс параллельді тоқтай алмағандықтан, көлікпен шығып кету қиынға соғады. Оуэн көліктен түсіп, бағыт бермек болады, бірақ әлі де оны мазақ қылып тұрады. Пеннидің неге онымен айырылысқаны енді түсінікті болады. Ақыры Додж шыдамай, Пенниге бір танысының ұшағы барын айтып, егер ол өзін бұл жерден алып кетсе, сол адаммен таныстыратынын уәде етеді. Мотивация алған Пенни көлікті орнынан қозғап, Оуэнді тастап кетеді. Алайда келесі күні ақ жанармай таусылып қалады, өйткені Пенни багын толтырмаған. Жолмен жаяу жүріп келе жатқанда, Пенни позитивті болуға тырысады, бірақ бұл Доджды ашуландырады. Ол Пеннидің кінәсінен Оливияның хатын дер кезінде ала алмағанын айтып, ашуын шығарады. Пенни өзін кінәлі сезініп, Доджды Оливиямен қайта қауыштыруға уәде береді. Содан соң Пенни көлік тоқтатып, Глен есімді бір ер адам оларды алып кетеді. Жолда келе жатып, Пенни Гленнен өмірін айтып беруін сұрайды. Глен балалық шақтан бастап ұзақ оқиға айтып, Доджды қатты шаршатады. Ол жақында дәрігерден 6 апта ғана өмірі қалғанын білгенін айтады. Бұрынғы сүйіктісінен айырылған соң, соңғы жаңалықты естігенде, өзін өзі өлтіру туралы ойлаған, бірақ жұмаққа бару үшін олай жасамаған. Оның дауысы Доджды мазасыздандырады, әсіресе жүк көлігінің артында күрек сияқты құралдарды көргенде. Бір сәтте Глен көлікті тоқтатып, дәретханаға баруға кетеді. Доджды да шақырады. Күдік күшейген Додж барудан бас тартып, Глен кеткен соң Пенниге мұның псих болуы мүмкін екенін айтады. Пенни оны байыппен қабылдамай, итпен серуендеуге шығып кетеді. Сол сәтте Глен қайта оралып, Доджға өзін өлтіруші деп атайды. Додж мұндай айыпты жоққа шығарады. Глен мұның жай қателік екенін айтып, өзіне жалдамалы кісі өлтіруші жалдағанын түсіндіреді. Осы сәтте әлгі жалдамалы адам келіп, Гленді атып кетеді. Додж пен Пенни оның денесін өзі алып жүрген құралдармен жерлейді, оның көлігімен әрі қарай жолға шығады. Бір уақытта олар жол бойындағы Френзи атты мейрамхананы көріп, бір сәт тынығуға тоқтайды. Даяшы оларды құшақтап қарсы алады, және бүкіл ұжым-шылым шегіп алып, түрлі есалаң рецепттер ойлап тапқандарын айтады. Додж пен Пенни классикалық тағамдарға тапсырыс береді. Итке де тамақ алынады. Пенни тіпті конга биіне қосылады. Тамақ ішіп отырған кезде олар бұрынғы өмірлері туралы сыр бөліседі. Бірақ кенеттен даяшылар Додждың туған күні деп кішкентай торт әкеліп, ән айтып, таң қалдыра. Кенет бір даяшы екеуін де сүйіп жібереді. Кешкілік көңіл көтеру, жабайы бағытқа кетіп бара жатқан соң, олар итін алып кетіп қала. Жолда көлікте бір түрлі кернеу байқалады. Ақыры олар жақындасып кетеді. Кейін Додж өзінен жас Пенниге тиіскендей сезініп, өзін кінәлі сезінеді. Бірақ Пенни ол ересек адам екенін, және бұл оның жеке шешімі екенін айтады. Кенет олар полиция сиренасын естіп,
арттарынан полиция келе жатқанын байқайды. Пенни көлікті жүргізе бергісі келеді, өйткені енді заңның мәні жоқ деп ойлайды. Бірақ Додж қиындық туындауын қаламай, оны тоқтатуға мәжбүр етеді. Пенни темекі шегіп отырғандықтан, Додж оның темекісін алып, аузына жасырады. Бірақ абайсызда түтінді жұтып қояды. Полиция қызметкері келіп, олардың заң бұзып жатқан барлық әрекеттерін тізіп шығады. Ал Пенни мұның бәрі енді мәнсіз екенін айтып жауап береді. Бірақ полиция оған мән бермей, екеуін де қамауға алады. Түрмеде олар ақырзаман келеді деген жазуы бар тақтайшамен жүргені үшін ұсталған бір жігітпен танысады. Пенни берген уәдесін орындай алмай жатқанына қатты күйзеледі. Додж оны темір тор арқылы құшақтап, оның өмірін бұзбағанын, өйткені ол өз өмірін баяғыда ақ өзі құртып қойғанын түсіндіреді. Темекінің әсері енді ғана басталып жатқанда, Додж өзінің ешқандай отбасы жоқ екенін мойындайды. Анасы ауыр дерттен көз жұмған, ал әкесі оларды тастап кеткен. Сосын ол гармоникада ойнап, екеуі ұйықтап қалады. Келесі күні таңертең кезекке келген жаңа полицей бәрін босатып жібереді. Өкінішке қарай, олардың жүк көлігін айыптұраққа қойып қойған, сондықтан оны қайтара алмайды. Дегенмен, полиция екеуін көлігімен бір жерге жеткізіп тастауды ұсынады. Пенни бұрынғы жігітінің жақын жерде тұратынын еске түсіреді, сондықтан полицей оларды сонда апарады. Додж ол жерге келгенде қызғана бастайды. Пеннидің бұрынғысы Спек әскерде болған, денесі мығым, бомба баспанасы бар, және әскери достармен бірге тұрады. Спек әлі де Пенниді жақсы көреді, және оған спутниктік телефон ұсынып, ақыры өзінің отбасымен сөйлесуіне мүмкіндік береді. Пенни ата-анасы мен бауырларының дауысын естіп, тіпті бірінші рет сәбидің үніне куә болғанда көзіне жас алады. Пенни бос емес кезде, Спек Доджға тек Пеннидің ғана баспанада қалуына рұқсат барын айтады. Осыдан кейін Пенни Спекке көлік сұрап, өзі қалудан бас тартады. Спек келіседі, бірақ көлікті кейін қайтаруын сұрайды. Жол үстінде екеуінің қарым-қатынасы жақындай түседі. Ақыры олар Оливияның балалық шағы өткен үйіне жетеді, бірақ есікті ешкім ашпайды. Пенни терезені сындырып, есікті іштен ашады. Тоңазытқышта тамақ көп болғандықтан, олар бұл жерде бір түн түнеуге шешім қабылдайды. Додж ескі плеер тауып, Пенни бұрынғы пластинкаларын тыңдап, ас дайындайды. Ұйқысынан оянған Додж Пеннимен және итпен бірге кешкі ас ішіп, Пенни отбасын, әсіресе әкесінен алған пластинкаларға деген махаббатын айтып береді. Пенни бір тартпаны ашып, Оливияның ата-анасына жазған хатын табады. Онда кері мекен жай бар екен. Додж қатты қуанып, ертең сонда баруға келіседі. Түнде Додж Оливия өзінің балалық төсегіне оның есімін ойып жазғанын көреді. Ал Пенни ескі фотоальбомнан Додждың мектеп жылнамасындағы суреттерін көріп күлімдейді. Келесі күні олар конверттегі мекен жайға барады. Додж Пенниге көлікте күте тұруын айтып, үйге жалғыз барады. Бірақ бірнеше секундтан соң қайта келіп, көлікті жүргізіп кетеді. Пенни таңырқап, не болғанын сұрайды. Додж есік қақпағанын, тек хат қалдырғанын айтады. Бұл сөздер Пеннидің ашуын келтіреді, екеуі ұрсып қала жаздайды. Тіпті көлікті бір кезекпен адамдар тұрған орынға соғып ала жаздайды. Олар көліктен түсіп, жағажайға бағыт алған адамдардың соңынан еріп барады. Онда адамдар шоқыну рәсімін өткізіп жатыр екен. Бұл көрініс екеуіне өте әсерлі көрінеді. Додж пен Пенни сүйісіп, сол адамдармен бірге күнді жағажайда өткізіп, пикник жасап, жаңа достар табады. Ит те жергілікті адамдармен ойнап, мәз болады. Додж Пенниге гармоникада ойнауды үйретуге тырысады. Ал Пенни оның бұл аспапты әкесінен алғанын біледі. Осылайша олар саяхатты жалғастырып, ауылдағы бір үйге келеді. Ұшақ иесі Додждың әкесі Фрэнк болып шығады. Пенни оларға жеке сөйлесуге мүмкіндік береді. Фрэнк ұлына өкінішін білдіреді, бірақ Додж бәрібір енді бәрі кеш екенін айтады. Соған қарамастан олар кешкі асты шеулеп ішіп, тіпті Фрэнк пен Додж бірге гармоникада ойнайды. Түнде Пенни ұйықтап қалған соң, Додж оны көтеріп шаққа отырғызады да, оған «Сен менің өмірімнің махаббаты болдың» деп сыбырлайды. Сосын Фрэнк оны Ұлыбританияға ұшырып жібереді. Өзі итпен бірге үйге қайтады. Үйде Карен мен Эльса пәтерін тазалап кеткені жайлы жазба табады. Осы сәтте Додж шыдай алмай, Эльсаға үйіне қайтуды, отбасымен бірге болуын талап етеді. Эльса ренжіп қалады, өйткені Доджды досым деп ойлаған. Бұл сөздерге өкінген Додж оны келесі аптада тағы келуге шақырады. Бірақ келесі апта енді ешқашан болмайды. Біршама уақыт өткен соң, Додж соңғы телехабарды көреді. Жүргізуші есептеулердің қате болғанын, енді астероидтың келуіне 16 сағат қалғанын хабарлайды. Жүргізуші жан тебірентерлік қоштасу сөздерін айтады. Сосын эфир тоқтайды. Көңілсіз күйде Додж Пеннидің пәтеріне барып, оның пластинкаларын тыңдай бастайды. Ол оған музыка туралы үйреткен барлық сәттерін есіне алады. Ол еденге жатып, жарық сөніп қалғанша музыка тыңдай береді. Кенет ит үре бастайды, ал Додж таңырқап, ұшақтан оралған Пенниді көреді. Пенни ұшу кезінде оянып кеткенін, сосын Фрэнкті кері қайтуға көндіргенін мойындайды. Олар құшақтасып төсекте жатады. Бір-біріне сезімдерін білдіреді. Сыртта жарылыстар болып жатқанда, Додж Пенниді алаңдатпау үшін сұрақтар қойып, оның өткен өмірін сұрай береді. Астероид жерге соғылып, бәрі аяқталады.